Испанияға әлі ерте алуға мына составпен. Хотелось бы, чтобы Англия выиграла. Я не знаю даже. Сенің Англия ұтуыңа деген сетка бәрі дайын тұр ғой. Португалия ұтады деп ойлаймын. Мына команда ұтса да қарсы емеспін дегендей. Сол команданың рөлінде Голландия. Бірақ Криштиану Роналду доказывает, что возраст это не предел, да? Конечно. Деп Криштиану Роналдудың фанаты отырған жерде. Сосын бірақ Украина очкомен шығады ғой, иә? Очкомен шықпай қалды, өйткені Словакияда да 4 очкода, олар разница мячейда 0 болып тұр да. Негізі Испанияны қазір көбісі фаворит деп санамайды. Англиядан да төмен қарайды негізі көп адамдар. Испания дегенде фаворит емес деп айту мен ойымша қате. Өйткені Бельгияға болеть етемін шын жүректен. Өйткені Португалияға слабый команда түсу керек. Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым. Бұл тағда сіздермен Inside подкаст. Бүгін біз жаңа локациядамыз. Өйткені алдыңғы локацияны сол жердің иелері сатып жіберді. Сондықтан біз келесі шығарылымдардың барлығын осы жерден шығарылатын боламыз. Көздеріңізді үйрете беріңіздер. Біз бүгінгі тақырып бізде Евро 2024 топтық турнир аяқталды. Бізде плей-офф кезеңі басталады. Және соны бізбен обсудить етуге, талқылауға қонаққа Диас Бейбітұлы, Туран Тидиса келіп отыр, блогер, футбол. Блогер, футбол, гандбол, баскетбол. Да, друзья, спасибо, что, извини, что перебил, спасибо, что позвали на ваш классный подкаст Insight. Я смотрю, да, вижу, поменялась локация, но не поменялись наши классные ведущие, которые сегодня будут, точнее, я буду рядом с ними. Это самые красивые, сексуальные, харизматичные Ансаган и братишка всегда Ерик, ну нет, и мой брат спортивный, большие груди, большие бицепсы, Ерик, да. Но мы сегодня не о фитнесе, мы сегодня о футболе, ведь у нас уже прошел групповой этап Евро 2024. Неге Диса екінші жүргізуші емес? Негізі орысша айта берейін ба, қазақша? Қазақша, орысша, қай тілде ыңғайлы солай? Футбол тілінде. Басты футбол тілінде болса болды. Бізде Диса блогер, футболист. Ведущий дегенді ұмытпа. Ведущий. Горельникке ең көп шығатын адам. Рахмет. Я бүгін негізі осы съемкаға келу үшін тренировкаға бармай қалдым. Горельникта бір 15 адам, ой, бұл Диса қайда деп. Примерно солай деп. Диса, жалпы футболды ойнайсың, оны білеміз. Сені корпуспен алу қиын. Және ең көп жүгіретін, қатты жүгіретін, тоқтамайтын футболистердің бірісің. Ойбай, рахмет. Біз бір командада ойнаймыз. SD Family'да ойнаймыз бірге, Ансағанмен. Ерік ойнамайды бізбен. Ерікпен зато каждый вторник ойнаймыз, каждый понедельник. Мальдита сырықпен, газында. Негізі рахмет, көптеген комплименттер келіп жатыр. Көп жүгіреді дейді. Сен әдемісің еще. Корпус дейді негізі. Рахмет жігіттер, негізі бұлай келіп футболды талқылап бүгін сөйлесіп дегенде футбол ойнаймын, бірақ шыны керек футболды көп көрмеймін, білмеймін, қарамаймын. Кімге жанкүйерсің? Осы Еврода ма, в общем ба? Жоқ, жалпы. Жалпы мен мектеп кезінде футбол қараған, сол кездері мен Манчестер Юнайтед деген командаға болеть етіп жүрген. Мектеп кезінде Манчестер Юнайтедқа болеть етіп жүрдім, қолдап, сосын футбол көруге қойып кеттім. Негізі көбінесе ММА қарауға. Өзім боец емеспін, бірақ я люблю смотреть ММА, UFC. ММА деген ана жаққа. Еще помните, раньше Бушидо было? Такада. Гарри Олбрайт. Қалай бірге айтты? Двойной Нельсон, помнишь? Оны білмейді. Жоқ, негізі, шынымен де кезінде Манчестер Юнайтед өте жақсы ойнады. Кезінде сэр Алекс Фергюсон кезінде. Қазіргі Реал Мадрид кезінде Манчестер Юнайтед болды деп ойлаймын өз басым. Деп ойлайсың ба? Тамаша. Бұл ойың бұл жерде орынды. Еврода кімге жанкүйерсің? Жанкүйер болғанда жаңа тоже Ерік TikTok түсіріп кімге жанкүйерсің деп сұрақ қойған. Негізі бұлай нақты бір команда жоқ, бірақ симпатизировать ететін команда көп. Негізі Бельгия ұнайды. Осы Еврода Австрия өте жақсы ойын көрсетіп отыр. Например, этот гол, помните, который сразу у нас такой, на 7-й, на 8-й секунде они только развели. Это жесткий гол, я прям впечатлился, мне было интересно. Ну и, наверное, хотелось бы где-то вот в душе, чтобы Англия забрала. То, что вот я всегда говорил и буду говорить, что клубы АПЛ сильнее других лиг АПЛ, там и Ла Лига, Бундеслига, команды, мне кажется... Да, я знаю, что Реал Мадрид взял чемпионство, мне кажется, просто... В общем и целом, да, что АПЛ сильнее лига, в общем. И хотелось бы, чтобы Англия, конечно, забрала Евро. Я буду, короче, вот, наверное... Хотел бы больше всего, чтобы Англия забрала.
потом не против, чтобы забрала Бельгия, ну и, конечно же, Австрия. Австрия ұят болып қалдықшы. Жалпы қуануға мүмкіндігің аз деші. Да. Өкінішке орай үшеуінің де, Австрияның шансы көп сияқты чем екеуінің арасында. Бірақ мен енді жан-тәніммен Англияға жанкүйермін. Бірақ бұл жерде Бельгияның ойынын көрдік кеше Украинада. 0-0-ге ойнап жатыр ғой. 0-0-ге Бельгия ойнап жатыр. Уақыт созып Де Брюйне сәл ұяттау сияқты деп ойладым. Бірақ Австрия бізде группада сенсация жасап, Франция мен Нидерландыны артқа қалдырып, бірінші орынмен шықты. Өте смело ойын. Забитцер, жалпы Австрияның ойыны тамаша, ары қарай 1-4 полуфиналға дейін жететіндей ойын көрсетті. Францияны жапқан команда қалғандарын. Франция ұтылмады ешкімден. Бірақ та сонда да Франция ұтылмады ғой, ешкімден. Ұтылмаса да бірінші орынмен шықты. Я думаю, Франция екінші орынмен шықты. Франция екі жоқ, не Австрия бірінші орынмен шықты деп жатыр. Австрия осы евроның сенсациясы болды деп ойлаймын. Біз алдында варианттар болды да бізде. Кім сенсация болуы мүмкін осы еврода деген. Біз Украина деген варианттар болды, жаңағы Турция деген варианттар болды. Мен ойымша Австрия. Өйткені Нидерланды да жақсы ойнайды. Нидерланды жаман ойнайды деуге болмайды. Ван Дейк бар, ішінде тоже. Төртінші команда кім еді сол группаның? Хорватия. Польша шықпай қалды. Негізі, Ерік, я знаю, что у тебя больше, кажется, знаний о каждой группе. Пройдемся, я чуть не до конца помню. Я вот помню. Раз мы остановились на этой группе, давайте ее закончим. У нас то Австрия вышла, Франция вышла, не вышли у нас Польша и Голландия, да? Голландия не вышла. Үшінші орынмен шығып кетті бірақ. Там вот в этом же евро добавили, что 4 команды могут по очкам, да? Үшінші орын алған 6 команданың 4-еуі, оның ішінде Голландия шығып кетті. Голландия. Өкінішке орай Венгрия мен Хорватия 2-3 ұпаймен екеуі де шыға алмай қалды. Там разница мячей андай-мындай деген нәрсемен. Бұл группада тоқтала кетсек, Франция, Нидерланды, Австрия үшеуі де негізі өте топ сборный. Үшеуі кіммен кездессе де плей-оффта ол қиындау болады. Бұл группада ожидаемый болды деп ойлаймын. Өйткені Польшаға бір смелость жеткен жоқ, өйткені скучный футбол. И бірінші ойында да там Левандовский основада емес деген сияқты, бірақ соңғы үшінші матчта Левандовский әйтеуір еврода бір пенальтиден гол салып. Бірақ Левандовский уже уақыт... уже 36-35-ке кеп. Бірақ Криштиану Роналду доказывает, что возраст это не предел, да? Конечно. Деп, Криштиану Роналду фанат отырған жерде просто. Ну, раз мы перешли к Криштиану Роналду, может, перейдем в группу Португалии, ведь вчера Португалия проиграла 2-0 Грузии, да? Да. Вообще, Кварацхелли забил на второй минуте. Ол группа F-ті айтып кетейін мен. Бірінші орынмен Португалия шықты. Португалияда 6 очко. Екінші орынмен Турция. Турцияда 6 очко, үшінші орын Грузия 4 очкомен, и соңғы орында Чехия өкінішке орай өтпей қалды. Чехия өтпейді, бірақ Грузия өтеді? Грузия өтті. Грузия, кешегі Грузия-Португалия ойыны мен көрген осы евродағы ең қызықты ойындардың бірі болды. Білмеймін, Португалия қалай ұтылып қалды Португалия? Сен көрдің ғой, сен явно сол матчты көрдің ғой? Жоқ, мен андай случайность демеймін, прям ұтылды, ойынмен де ұтылды, мынаяқты. Еще Португалия ойлаймын андай бүкіл күшін салмаған сияқты, өйткені основадағы кейбір игроктар болмады. Потому что уже есть, в принципе, путевка, да, в 1/8. Зачем? Еще бірінші орынмен өтті, да, анаяқта особо мотивация болмаған сияқты. Бірақ та мотивация болмады деп те Грузияның еңбегін бағаламай қоюға болмайды. Грузия жақсы ойнады. Тарихында алғаш рет плей-оффқа шығып отыр. Грузия деген дебютант вообще в целом евро сияқты, ол қателеспесем. Грузия деген бізде анау Лига нация болды ғой. Сол кезде полуфиналда Грузия ойнады, и біз мына жақтан Грециямен ойнадық. Мына жақтан Грузия финалға шықты, мына жақтан Греция шықты, сөйтіп Грузия ұтып кетті ғой. Бізде 0,01 шанс бар еді евроға шығып кетіп. Осылай Грузияның тарихын қайталайтындай. Грузия ұтқанын кеше кім Зарияның сторисында көргенмін. Зария это на данный момент мой любимый игрок КПЛ, короче. Джорджи Зария в Хайрате играет. Шашызын, Зария, ты самый лучший, пушка. Кайф. Вот, мы тоже так считаем. Да, и вот сол сторисында көргенмін, то, что 2-0 Грузия выиграла. Я такой, о, ничего себе, сразу чуть-чуть Google. Вот. Еще у нас не прошла Чехия, но, если не ошибаюсь, в прошлом Евро Чехия тоже, да, не вышла в 1/8, кажется. Чехия кеше Турциямен ойнады, примерно бір 20-ші минутта Чехия красный алып кетті да, и ойынның бәрін құртып алды. Ары қарай негізі шанстар да болды, бірақ Чехия
бір 11-ші минутта жолтай алды сол игрок. И сосын 19-ші минутта екінші жолтайын алды да красный алып, уже Турция ары қарай просто доиграсын еді. Турцияға ничья жететін еді. Турция счет какой был? 1-1 болып бірінші Турция салды, сөйтіп Чехия бүйтіп соучек салып кетті, бірақ соңында контратакадан өткізіп алды. Сонымен 92-ші минутта ма қателеспесем. Сосын мен Казспорттың жаңағы прямой эфиріне респект айтқым келіп тұр, өйткені мен Португалия мен Грузия матчын қарап отырдым да, и параллельно ойнап отты ғой, ана жақта гол салды ма, и матч қарап отырсың, и бұрыштан голын көрсетеді параллельный матчтың. Өйткені бұл соңғы тур болды ғой, соңғы тур бір группадағы ойындар параллельно жүргеннен кейін бәрі бір-біріне байланысты болды да, и параллельно айтып отырды. В курсе боласың да. Если не ошибаюсь, Казахстан и Казспорт разные матчи показывают, да, в одно время? Да. Оны кинопоисттан. Группа А-ға көшеміз ба? Группа А? Ең қызық группаға көшкім келіп тұр мен бірден. Ең қызық группа. Сен көше бер онда мен. Иә, соңына дейін интрига сақталған. Бұл Е группасы. Бұл жерде Румыния, Бельгия, Словакия, Украина. Осы 4 команда. Кешегі ойындарда Украина 4 ұпаймен шықпай қалған. Ең обидный нәрсе, өйткені 3-ші орын алғандарда 4 очкомен алған, кажется, 2 команда, бір команда ғана бар. И Словения 3 очкомен шығып кетті. Енді қараңдар, Румыния, Бельгия, Словакия, Украина. Бұл жерде Украинаға тек қана жеңіс керек еді, немесе ар жақта Румыния мен Словакия бір-біріне ойнаған кезде біреуінің ұтқаны керек еді. И бұл матчта ар жақта біреу ұтып атқан кезде Украина сәл көтеріліп, былай ең қызық ойын болды. Бірақ соңына дейін Украина салған жоқ, Бельгия соңына дейін 0-0 ойнап берді. Уақыт созып, бүйтіп, әйтеуір Бельгия шығып кетті. Білмеймін, ары қарай плей-оффта оларды не нәрсе күтеді. Бірақ ең обидныйсы Украинаның золотой составы. Негізі қазір ең Цыганков, Добвик дейтін, Мудрик кеше ойында ойнаған жоқ, өткен травма болып қалды. Зинченко ол екінші таймда шықты, неге білмеймін, основадан шығарған жоқ. Миколенко деген сияқты. Бірінші ойында Лунин деген тамаша вратарь тупит етіп, ойынды провалить еткеннен кейін соңғы 2 ойында Трубин деген қақпашы шықты. Екеуінде де күшті ойнады, бірақ өкінішке орай плей-оффқа шыққан жоқ. Украина кеше свисток болды ғой, 90-ші минут бітті ғой. Украина бүкіл ойыншылар жерге жатты андай. Олар шықпады ма? Олар шыққан жоқ. Олар бәрі өкініп. Жоқ, тоқта, Чехия мен Румыния шықпады ғой. Жоқ, басқа группа. На группада Бельгия. Вообще, сосын бірақ Украина очкомен шығады ғой, иә? Очкомен шықпай қалды, өйткені Словакияда да 4 очкода, олар разница мячейда 0 болып тұрды. 4 команда 4 очкодан ойлашы. 4-інде де 4 ұпайдан. Сөйтіп бұл группада Румыния бірінші орынмен шығып кетті дейтін. Бірақ мен алдыңғы подкастта осы Евроның алдында айтқанмын, что Румыния жақсы футбол көрсетеді, олар әйтеуір болсын шығып кетеді, 3-ші орынмен болсын деген. Бірақ бірінші орынмен шығып кетті, тамаша. 2-ші орынмен Бельгия, 3-ші орынмен Словакия шықты, Украина өкінішке орай ұшып кетті. Бұл группадан шыққан Румыния мен Словакияға, Бельгияға да даже шығып қалған қарсыластарға оңай болады деп ойлаймын. Өйткені группаның өзінде осындай қызығы, скучный лау футбол көрсеткеннен кейін ары қарай топ сборныйларға түскен кезде, оны қазір кішкенеден айтамыз, плей-оффта кіммен кім кездесетін. Бұл командаларға, қарсы түскен командаларға оңайлау болады деген ойдамын. Ары қарай кетейік, тағы да қызық группаларға тоқтайық. Бұл Испания, Италия, Хорватия, Албания ойнаған группа. Бұл группа смерти деп аталған еді басында, өйткені Хорватия деген білеміз, топ сборныйлармен ойнаған кезде бірден ұшырып жібереді, ананы қинайды, мынаны қинайды, сөйтіп мешать етеді ғой. Хорватияның ойыны андай, который сложный футбол, и оларға қарсы ойнау қиын, өйткені олардың полузащитасында Ковач, Брозович, Модрич, Перишич деген сияқты ойыншылар, жан салып ойнайтын ойыншылар. Соңғы кешір, брат, Хорватия дегенмен бір видео көргем, бір после матча сұрайды да, интервью, и Модричтен сұрайды, келесі ойын как так же будете ветеранами играть или молодняк? Извините, я уйду деп кетіп қалды, короче, обида ұстап қалды, короче, ветеран, типа шалсыңдар да, уже молодойларға жол беріңдер дегендей. Шал болғандықтан да олардың опыты, Модричтің именно опыты. Модрич деген легенда. Бүкіл футболда не бар, соның бәрін көріп тастаған, золотой мячты да алып тастаған. Мне кажется, он даже фифу хорошо играет. Чемпионат мираның финалына дейін де барған. Бұл группада Испания 3 ойында да 3 очко алды.
разница 5 гол салып 0 гол өткізген. Осы евродағы жалғыз команда, который гол өткізбеген. Еще не пропустила. Қателеспесем. Иә? Қателеспесем. Единственная команда, которая не пропустила, это осы Испания. Бұны қателеспесем 4 жыл бұрын Евро 2020-да Италия ғана осылай группада солай гол өткізбей шыққан. Біздің тағы бір факт, бұл Еврода, сол групповой этапта жалғыз Испания ғана 9 очко алды. Қалғандар ешкім 9 очко идеально. Чисто побед нет, да, у кого-то ничья где-то там. Екінші орынмен Италия өтті, 4 очко, ал үшінші орында Хорватия негізі шансы бар еді, бірақ өкінішке орай соңғы ойында ұта алмай 2 ұпаймен шыға алған жоқ. 2 ұпай үшінші орынмен ол жеткен жоқ. Соңғы ойында Италия Хорватия арасында Модрич пенальти сала алмай, бірақ 1 минуттан кейін 31 секундтан кейін пенальти салып кетті. Пенальти емес, ойыннан салып, сөйтіп Хорватия 1-0 ұтып жатып, группадан шығуға шансы күшті болып тұрған жерінен Италия ойынның соңғы минуттарында гол салып, есепті 1-1 қалды да, сөйтіп Хорватияны өкінішке орай. У них 2 ничьи ждал Хорватия? Иә, 2 ничья, 1 поражение Испаниядан. Сөйтіп бұл группадан шыға алмай қалды. Бірақ Италия мен Испания шықты. Плей-оффта тамаша командалар, бұл UEC екеуі шыққан. Албания өкінішке орай ешқандай сенсация жасаған жоқ. Бірақ Албанияға... Бірақ Албанияның флагы красивый, да? Қып-қызыл қарасы. Албанияға бұл жалпы жақсы опыт болды деп ойлаймыз. Осы группада тоқтасақ, Испанияға чемпион болуға прогноз қалай қарайсыңдар? Негізі Испанияны қазір көбісі фаворит деп санамайды. Бірақ Испания андай байқатпай бүйтіп өтіп кететін командалар. Испанияда молодняк көп қой. Иә, бәрі молодняк. По-любому вы, наверное, обсудили уже это. Ямаля. Испанияны бүйтіп главный фавориттердің арасында, типа Франция, Германия, Португалия сияқты ешкім қарап тұрған жоқ. Англиядан да төмен қарайды негізі көп адамдар. Испания дегенде әлі жас қой, оларға әлі ерте деген сияқты. Бірақ Испания групповой этапта көрсетті, что олар әрі қарай можем, докажем деген сияқты. Ну и всего у них 3 победы. Вообще вот этот Евро, мне кажется, отличается тем, что вот во всех вот групповых матчах очень много ничьи было. Очень много ничьи. Есть такое? Басында негізі басы күшті басталған еді. Голдар көп болып, бүйтіп автоголдар көп болып, бірақ соңына қарай уже на результат ойнайды. Групповой этапта ешкім рисковать еткісі келмейді. 1 очкода жетеді. Үшінші орын ойландар енді. Үшінші орынмен де шығуға мүмкіндік бар дегеннен кейін ешкім жанын салып ойнамайды. Бізге 3 очкода жетеді, 4 очкода жетеді деген сияқты осторожностьпен ойнайды да. Ол осторожностьті Англия баяғыда бастап кеткен. Может, это как, чтобы в начале все силы, смотреть на перспективу, чтобы там на полуфинал, финал, так сейчас потихоньку не придерживают себя, не отдаются полностью. Главное, выход себе устроили, гарантировали. Талмау деген сияқты нәрселер ғой ол жерде. Полностью раскрыть етпеген командалар бар. Мүмкін солардың қатарында Англия да бар шығар. Өйткені Англияға тоқталып кетейік. Пока не перешли к следующей группе, чисто мне вот интерес, вот по вашему мнению, на данный момент самый красивый гол Евро? Вот из всех матчей, которые прошли. Менің ойымша Арда Гүлердің голы деп ойлаймын, білмеймін. Әдемілік жағынан. Ансаған келісіп тұрмын, по идее. Тоже Арда Гүлер. Өте әдемі болды. Еще өз сондай бүкіл әлем Арда Гүлерді көрді. И халық үміт артқан. Он же еще в глубокой банке, да, в реале же сидит, по идее. Ему сколько? 19 же сейчас? Да. Сосын Швейцарияның Шакири салды емес пе? Шакиридің голы да әдемі болды негізі. Шакиридің голы, но бірақ Арда Гүлер сияқты емес, бірақ Шакири деген енді и так әдемі голдар салатын еді ғой. Бірақ ертең плей-оффта бұдан да әдемі голдар күтеміз. Өйткені Еврода жалпы чемпионат мира осындай андай да, күшті баяғы летучий голландец, Ван Персидің голдары. Кстати, вот этому голу уже, если не ошибаюсь, 10 или 20 лет в этом году исполнилось. 10 жыл, кажется. Нет, 10 лет, кажется, исполнилось этому голу. 2014-те емес пе? Да, 10 лет. 10-14-те ма? Бразилияда или Африкада болды? Как он летучий голландец. Да, тиынның артынан шығып кетті, Голландиядағы ақшаның. Африкада емес пе? Ақшада сөйтті. Ван Перси? Да. Да ну нафиг. Реально? Возможно, нет. Нет, а вот гол, ладно, красивый, но вот для меня, кажется, самый красивый, один из самых красивых моментов, это вот Тони Кросс, когда вот так вот, и пас дал же, и гол. Только развели они когда. Помнишь, нет? Помнишь, нет? Тони Кросс. Ең бірінші ойында ма? Бірінші ойын білмеймін. Вот они только развели, Тони Кросс так вправо ушел, тот уже забегал, походу, он хоп, отдал ему. Я Тони Кросс помню, а вот этот момент не помню.
Это Реал Мадрид? Нет, братан. Сен басқа Товарищеский TikTok көріп қалғансың ғой. Да. Сөйтіп менің сүйікті командам, бірақ өкінішке орай ең онша емес футболды көрсетіп жүрген Англияның группасына көшейік. Англия негізі жаным ашиды. 2 гол салды, 1 гол өткізді группа бойда. Ұят қой негізі, иә? Ұят, конечно, Англия үшін. Составыңда сенің Беллингем бар, Сака бар, Фоден бар. Жоқ, брат, кешір, что перебил. Вот я вот то же самое про то, что состав у них такой, бегунки такие, они могут динамичную игру показывать, но они вот так все назад уходят. И вот это даже не гвардиоловский футбол, вообще какой-то странный футбол показывает. Есть такое? Бұл Саутгейттің футболы. Это и новый тренер, который... Негізі сондай топ командалар групповой этапқа тактично относились, как бы главный өту керек. Токсично, иә. Токсично относились, типа соңғы матчта мысалы ниче алып қалу керек болса максимально оборонный ойын көрсетіп, сол себепті групповой этаптар ондай қатты қызық болмаған сияқты кейбір матч, но плей-оффта прям мысалы Испанияны көбісі ойынға қарап фаворит емес деп айту мен ойымша қате, өйткені білеміз Ла Лиганың командасы Испания, плей-оффта каждый команда өзін көрсетеді деп ойлаймын мен. Жоқ, Англияда мен мынандай нәрсеге сенем. Ол нәрсені Жозе Моуриньо қателеспесем айтқан. Нападающийлар матчтарды ұтады, защита титулды алып береді дейді. Сондай, типа, нападающий выигрывает матчи, а защита выигрывает титул дейді. Сондай бір цитата бар. И бұл жерде Англияның футболы, бұл скучный болғанмен, бұл результат береді футбол. Конечно. Ертең полуфиналға дейін барып, Францияны 0-0-мен ұстырып жіберіп, сондай бірдеңелер болуы мүмкін. Алдыңғы Еврода, алдыңғы чемпионат мирада да чемпионат кіммен барып, полуфиналға дейін барып. Еврода финалға дейін барып, финалда ғана жеңіліп қалды Италиядан. Ол кезде Францияны өтіп кетті, кажется. Сондай скучный футболмен өтіп кетеді деген оймен бұл группада енді қалған групп ағама жеңгем сай дейтін сияқты. Англия, Дания, Словения, Сербия. Бұл жерден Англия, Дания, Словения да шығып кетті. Можно, пацаны, резко, я вот буду всегда от темы чуть уходить, расскажу тоже, что у меня связано с Евро, короче, такой микромилый момент. То, что ты не пошел? Нет. Вот Евро, помните, прошлый Евро же был, финал, когда Англия и Италия? На трамплины я хотел смотреть, на прямой эфир, и, короче... Я смотрел твои сторис тогда. В этот день, короче, я на тот момент подкатил к моей будущей жене, короче. Из-за того, что я пошел смотреть Евро в прямом эфире, там у нас началось... серьезное общение, и после этого я женился, короче. Болды. Осы финалда мен трамплинге барып көрейін. Бұйыртса болашақ жарыммен кездесем деп ойлаймын. Жасым уже 28-ге келді. Негізі өте маловероятно сен футболға барып қызбен танысасың деген. Не то, что мен таныстым басқа жерде. Это первая наша встреча была. А вторая наша встреча была вот на Евро. Ну, когда я первый раз познакомился, типа не просто познакомился, а вот уже на Евро мы смотрели, ну, там, компании футбол, оттуда вышли, вот пока с трамплина вниз, потом вот до утра на Весновке гуляли, короче. Вот с Евро у меня вот такие ассоциации. Болды. Весновкада аралаймыз. Да, дорогие свободные девушки, которые хотят выйти за прекрасного парня замуж, приходите на финал Евро 14 июля, а именно в Балуан Шолах я там буду ведущим, где реклама. Плохо, что осы подкастты тек ұлдар көреді. Да? Да. Блин. Или көру мүмкін, е? Көреді. Бұйыртса осы Евродан кейін мен. Переходим к следующей группе. Бұл группаны айта салайық. Англия, Дания, Словения, Сербия. Бұл группа мен алдыңғы подкастта айтқам. Ең қызық емес футбол осы группада болады деп. 0-0 бір-бірлер деп. Менің үмітімді ақтап, бұл группаның забитыйларына қаш 2-1, 2-2, 2-2, 1-2. Ужас қой мынау. Англия на первом месте, Дания на втором месте, да? Кстати, Англия даже ничью сыграла со Словакией, да, ничью? Екі ничасы, бір победасы бар. Осындай командалар ұтып кететін бар. Өйткені қараңдар, Евро 2016-да Португалия группадан 3 ничамен шыққан еді. Сөйтіп, финалға дейін барып, финалды жеңіп кетті ғой. Осындай нәрселер. 3 слабый командамен. Факттар ғой енді осындай. И және тағы бір группаға сойып, бұл группа алаң иелері Германияның группасы. Германия бұл жерде ешқандай қиындықсыз 7 ұпаймен шығып кетті. Әрі қарай Швейцария шықты екінші орынмен. Швейцарияның футболы маған ұнайды. Австрияның футболы сияқты ғой. Красивый, открытый и быстрый. Быстрый, андай қорықпайтын деген сияқты. Бұл группада Венгрия 3-ші орында 3 очко алып, соңғы ойында Венгрия Шотландияны соңғы минуттарда салып 99-ші минутта ма қателеспесем 95-те салып кетіп 3 ұпайды ұтып
плей-оффқа шығамыз ау деген үміті бар еді, бірақ өкінішке орай Ранчи Мичемен шыға алмай қалды. Венгрияның негізі футболы жақсы еді, бірақ Швейцариямен немесе Германиямен бір ничиясы керек еді, сол кезде оларда мүмкіндік болушы еді. Бұл группадан Германия мен Швейцария шықты. Және бізде соңғы группа, бұл кешегі сенсация жасаған Грузия. Бұл группада бірінші орында Португалия, екінші орында Турция, үшінші орында Грузия және соңғы орында Чехия командасы. 6-6 4 ұпайлар және Чехияда соңғы 1 ұпай ғана. Бұл жерде Португалия бірінші орынмен шықты. Өзінің сеткасы, егер сеткасын білесе, олар басқа екінші орынмен шығуға рұқсат еді. Рұқсат дегенде өздері екінші орынмен шыққысы келеді. Бұл жерде қазір сетка 2-ге бөлінді ғой былайынан. Мына жақта и сол жақта, оң жақта болып, и қазір біз плей-оффқа көшпес бұрын мен айтып кетейін. Англия, білмеймін, әдейі ма елде жол болып қала ма, сөйтіп ең оңай сеткаға түсті да, сөйтіп қазір плей-оффқа көшеміз. Бұл группада енді Португалия, Турция, Грузия шықты. Үшеуінде ойыны тамаша. Португалияны білеміз. Криштиану Роналду бұл финалға дейін барғаны бәріне жақсы, өйткені бүкіл әлем оны футболды қарайды. Португалия. Вообще Роналду брал евро? Иә, 2016-та алды. 2016-та. Бірақ заменаға отырғаннан кейін. Бірақ өкінішке орай мен как Роналдудың фанаты ретінде соңғы матчта, вообще соңғы 3 матчта да мен Роналдудың нағыз ойынын көре алмадым десе де болады. Мен как Роналду всегда бүкіл матчтарын көрем. Аль Насрда ойнап жатқан матчтарын, квалификациядағы көргем. Квалификацияда көп гол салып, қателеспесем бірінші орында болды. 10 гол ма сонда? Иә, 10 голмен бірінші орында тұр. Мына соңғы 3 матчта көре алмадым. Білмеймін не болғанын. Евроға келгенде Португалияның тактикасы өзгерген ау деймін. Ну, брат, гол салмағандықтан, бірақ голевой пастар жақсы береді. Я кеше тамаша бір даже Бруно Фернандесқа берген пас, где он мог пробить. Да. Я еще такой тикток видел, типа, в раздевалке Бруно Фернандес относится к Роналду не очень, типа, блай-блай, его там. А он настолько легенда, что не реагирует на это и отдает ему голевой пас, где он мог забить гол. Дудум-дудум-дудум, конечно. Тут и хайлайттар кете ма? Да. Сөйтіп барлық группаны айтып шықтық. Пацаны, все равно вот в душе где-то в глубине чуть-чуть, ну все равно обидно, что у нас, ну я не знаю, наверное, один, насколько был шанс выйти, да, на Евро у Казахстана, мы все верили, вот, да, вот просто на секунду представим, да, сами себя подразним, если бы мы были, да, в групповом этапе. Как вы думаете? Мен уже Германияда едім ғой. Менде. Мен Штутгартта жатыр едім осы кездер. Германияда дедім, еще менің кредиттерім болатын еді. Нет, я вот думаю, да, вот, например, ну, объективно, без хейта, вот на данный момент хуже всех вот в групповом этапе какая сборная сыграла? Албания? Или... Үшінші орын алғандардан ба? Да, Бластик. Не, вообще, в принципе, даже больше... Жалпы ма? Да, жалпы. Польша деп ойлаймын. Польша? Чехия, Польша. И Албания, да? Албания. Чехия жақсы негізі. Шотландияда қатты ойын көрсеткен. Словакия, Словения, ну, олар в принципе, үшінші да. орынмен шығып кетті. Ну вот, например, ладно, возьмем Албанию и Шотландию. Албания жақсырақ ойнады. Шотландияда андай Шотландиямен біз ойнасақ. Вот, я говорю, типа, давайте представим на секунду, что Казахстан вместо какой-то сборной был бы, например. Польшаның орнына дейікші. Польшаның орнына. Ладно, біздің квалификацияда шыға алмай қалған командалар бар ғой бізде. Бір группада болған. Словения мен Дания. Біз екеуінен кейін үшінші орын алдық қой. Вот осы екеуі де плей-оффқа шықты. Біз Данияны 3-2 жеңдік. Вот я к тому, что да. Вот я, например, смотрел, как Казахстан, когда Англия в ничью играла с командой, которую мы, в принципе, могли выиграть. Ну сколько? 3-1 им отлетели? 2-1? Мен былай ойлаймын. Бізге бір победа жеткен. Біздің ойын опытымыз чуть жетпей сияқты. Өйткені біз даже Евроға шықпаған команданың өзіне ой сыраты ұтылдық қой. Жаңа Грецияда да? Ну да. Мынаны Черчерсов естімесін? Естімесін? Черчерсов дейін біздің жаңа тренер сборный. Да? Түсінбейді ол қазақша. Кеше айтпақшы Нұрсұлтан Құрман қазақша сұрақ қойған ғой сол кезде, ортасынан тоқтатып орысша жалғастыр деген ғой. Типа дальше на русском. Нұрсұлтан Нұрекең дальше қазақша сұрақ қойған ғой. Мынандай сұрақ қойған, сіздің тренерский штабыңызда кімдерді көргіңіз келеді деген сияқты. Точно не вас деген ғой. Мен осы бүгінгі инсайт подкастқа Дисан келетін біліп чуть дайындалып келгенім бар. Қойш? Иә, групповой этаптағы рекордтарды айтқым келіп тұр. Алғашқы рекорд бәрімізге мәлім 7 автогол болды.
Осы группада? Осы в целом еврода. Бұрын сонда болмаған. Самый молодой игрок Ламин Ямаль. Да, 16 лет и 340 что-то дней там, да? 338 дней. Ал кеттік, енді біз плей-офф кезеңіне көшейік. Ең қызықты кезең басталайын деп жатыр. Сен әлі қандай командалар ойнайтынын білмейсің ғой. Әдейі ашпай келіпсің. Мен былай басында екі сеткаға бөлейін. Иә, и мен саған қазір сол жақ пен оң жақтағыларды мен қазір айтам, сен қойшы дейсің. Қазір сол жақтағыларды айтам, бірақ бір-бірімен ойнамайды олар. В целом, қара. Қиыннан бастайсың ба? Иә. Испания, Германия, Португалия, Франция, Бельгия. Но деңгейлері бүйтіп бір жақ сеткада. Екінші сеткада топовыйлардан Англия, Италия, Голландия. Ну это капец, брат, для Англии там подарок. Вот осындай әдемі Саутгейттің басы дейді десең. Енді қараңдар, сол жақтағыларды кім-кіммен ойнайтын айтамыз. Кеше ғана сенсация жасаған Грузия, Испаниямен ойнайды. Мен үшін өте қызықты ойын ойнап тұр. Білесіңдер ме, жақында UFC-да чемпион болды ғой, бір грузин, который Испанияда тұратын. Илья Тапурия. Иә, сол кімге болеть еткен? Кім отса да бәрі сақ. Да, ну я его не люблю, короче, Илья Тапурия. Потому что он на Сұрап көрмеген екен. Германия Даниямен ойнайды. Бұл жерде енді Германия өтетін шығар, бірақ қиындау болады сияқты. Ну да, Дания тоже. Дания Эриксон там бірдеңе көрсетіп жібереді деген сияқты. Әрі қарай сендердің сүйікті командаларың Португалия. Сендердің деген Португалия Ерік қой. Португалия. Ерік нравится. Словениямен ойнайды. Проход Португалия. Проходной ойын деп ойлаймын. Әрі қарай топовый матч Франция, Бельгия. Мен Бельгияға болеть етемін шын жүректен. Өйткені сол екі команда кім өтеді, сол Португалияға түседі. Мен негізі Бельгияға болеть етем деп ойлаймын, бірақ кешегі ойын 0-0 Украинамен болған ойыннан кейін менің ойымша Франция өтеді деп. Иә, бұл жерде енді Бельгиядан там Де Брюйненің, там Лукакудың бірдеңелері кетіп, қаттырақ ойнап кетіп, сондай бірдеңе болмаса. Ары қарай енді екінші сеткада бұл жерде Румыния және Нидерланды. Бұл жерде Ван Дейк бастаған жігіттерге оңайырақ сетка түскен. Және тағы бір топовый матч Австрия және Турция. Австрия бірінші орынмен шыққан еді, Турция ар жақта жақсы ойын көрсеткен. Осы екі ойында 2-2 дейтін сияқтандай көп голдар болса, күшті. Мен бәлкім сендер қуып кетті дейсіңдер, бірақ мен мына слабый сетка жағынан Австрия шығады деп ойлаймын. Қай жаққа, финалға дейін ба? Финалға дейін шығады деп ойлаймын. Оны қазір тұр, қазір бәрін айтып шығамын. Сосын Англия мен Словакия 1-0 сияқты қызы. Мен сияқты как будто. Жоқ, мына жақта Англия групповойдағыдай ойын көрсетпейді деп ойлаймын. 3-0, 3-1 көп гол салатын сияқты. Және тағы да бір жақсы ойын бұл Швейцария және Италия. Бұл командалардың арасындағы ойын тамаша өтеді деп ойлаймын. Енді екі жақ сеткадан әр ойынға бір кішігірім тоқтатып кетейік. Испания, Грузия. Мен ойымша Испания өтеді. Грузия, конечно, сенсация жасаған, Португалияны 2-0 ұтқан, Кварацхелия бар, бірақ енді Испанияның опыты тоже, сама статистика говорит за себя, единственная команда, которая вышла с 9 очами, и, ну, в принципе... Әлі гол өткізбеген. Да, это как, знаешь... Мен ойлаймын, жаңа айтып тастадың ба? Иә. Мен ойлаймын, Грузия әлі қиын соперникпен кездеспеді деп ойлаймын, өйткені Португалия барынша күшін салмады да Грузияға қарсы. Но Евродағы алғашқы бір қиын сопернигі деп ойлаймын. Сондықтан екеуінде Испания деп ойлайсыңдар ма? Иә. Бұл подкастта бір ғана ой болмасын, мен Грузия деп айтайын. Тек қана бір ғана ой болмасын. Сол үшін ба? Жоқ, мен жалпы мен андай нәрсеге сенемін. Шынайы ойын ба? Мен андай слабыларға болеть етеді. Историяға сенемін ше. Историяға? Бірдеңе болып кетеді деген сияқты қатты. Бұл жерде Испанияға негізі әлі ерте алуға мына составпен Евроны. Олар мысалы үшін ертең Ямаль әлі 17-те ма, нешеде? 16-та. 22-ге келген кезде қалай ойнайды сол кезде алсын. 23. Бірақ Испания деген жалғыз Ямаль емес қой. Бірақ молодняк көп, иә. Әлі құрастыруға болады болашақта. Сенің айтқандармен Испания болельшілері келіспейді. Грузияда машина алайын деп жатыр. Или вино жақсы көресің бе, шынды айтшы. Или ертең Грузияға барған кезде, өттіңдер ғой Испанияны, кішкене скидка жасасыңдаршы десең. Мүмкін. Еще осы подкасттың несін көрсетесің. Ол просто вино жақсы көреді. Да? Вино? Жоқ, мен вино ішпеймін. Қазақстан ойнағанда я в заказном. Так, келесі ойында Германия, Дания. Германия.
бұл жерде енді иә қанша сенсация қалағанымызбен бірақ Германияның әрі қарай өткені бәрімізге керек сияқты. Германия? Тем более Германия это что, хозяйка? Мына жақта Данияда негізі сенсация көрсетуі мүмкін. Бірақ Германия деп ойлаймыз. Келесі Португалия мен Словения. Португалия. Бұл жерде потому что бұл жерде Роналду осы евродағы алғашқы голын салады деген үміттеміз. Иә. Словениядан бір анау айтқандай ештеңе күтіп тұрған жоқпын, бірақ олар да енді ұшып кету үшін келген жоқ қой. Просто давай салсаң сал деп за красоту ойнамайды, олар да бірдеңе көрсетуі мүмкін. Енді ең қызық ойын бұл Франция және Бельгия. Франция, Бельгия. Ну вот мен өз ойымды айтып тастадым уже, что Франция өтіп кетеді деп. Франция. И не обсуждается, кажется. Гризман салады деп. Бельгияның өткенін қаламайтын едім бұндай ойынмен. Сондықтан мен де Франция деймін. Жаңа сен айттың ғой, Бельгияда жаңағы Ди Брюйне мен Лукаку бар дедің. Мысалы, екі громко имени айттың да, ал Францияда бүкіл состав громко ғой. Аттары. Громкие имена. Тамаша. Топ-10 громко. Бұл бізде бірінші сетка еді. Егер де осылай қарасақ, бізде 1-4-те Испания мен Германия кездесуі мүмкін. Португалия мен Франция кездесуі мүмкін. Әрі қарай полуфинал болса, Германия шықса, немесе Испания шықса, мына жақтан Португалия, Франция. Тамаша ойындар мынау. Мен тезірек көргім келіп тұр бұны. Екінші сеткада Румыния, Нидерланды. Бұл жерде даже прогноз не хочу давать. Бұл жерде Нидерланды өту керек, және Нидерландының қазіргі составы ересек уже. Тағы бір 4 жылдан кейін Ван Дейк қартайып кетеді, Депай да жасы өтіп кетеді деген сияқты. Де Йонгтың да уже 30-ға кіреді жасы. Депайды айтамын да, Мемфис Депай сколько раз его со счетов списывали в разных командах, по идее, он всегда доказывает. Он сейчас в этом же играет, в Атлетико Мадридта. А, да? А до Атлетико где он играл? Барселонада. А в Монако когда он играл? Нет, реально. Ол Радамель Фалькао. Подожди, нет, Депай где играл еще до Барселоны и Атлетико? Реально. Атлетико, Барселона. Лионе, вот, я просто видел гол красивый залил. У них такая... Монакоға салған гол шығар. Походу. Иә, Монако осыны ақтап алатын болсақ. Румыния, Нидерланды. Румыния, Нидерланды. Әрі қарай ең қызық ойын Австрия, Турция. Австрия, Турция. Австрияға жанкүйерсіңдер ма? Мен негізі Австрияға. Мен негізі Турцияға жанкүйермін, бірақ та Австрия ұтатын сияқты. Ертең Турцияға барған кезде тоже скидка сұраймын деп бәрі де сөйте берсін. Бірақ Турцияға жанкүйермін, бірақ та енді кім ұтады дейсіңдер? Иә. Австрия өтіп кететін сияқты, өйткені қарқыны жақсы. Мен баяғыда бір дядкам бар еді. Ылғи аутсайдерлерге жанкүйер болатын. Швеция дейтіндерге, Дания дейтіндерге. Даже төбелес болса, кто слабее, выиграл в конце. Нет, если честно, я никогда не думал, как бы что вообще, ну почему-то, что Турция будет очень хороший футбол показывать, но они показывают. И даже вот у нас пацанчик бегает один, Наби деген. Турок, ну у нас в Казахстане очень хорошо играет. Левый, правый, пуф-пуф. Вот. И я думаю, я передумаю, чуть-чуть переобуюсь, можно? Я тоже, я думаю, Турция. Я за Турцию, брат. Реально, прям мықты лигалардың бірі ғой. Он сам Зайнуддинов играет. Конечно, тем более. Әрі қарай Англия, Словакия. Англия, Словакия. Бұл жерде енді Англия өтеді. Конечно. Беллингем головой забьет, мне кажется, на 73-й минуте. Егер осылай болса, осыны кесіп саласың өзің. Ева. Және соңғы Швейцария, Италия. Міне. Швейцария, Италия деген жақсы. Экс-чемпиондарға болеть етім. Ну, Италия, они на опыте, да, как будто бы. Они вообще в Евро всегда хорошо показывают. Да. Осы Швейцария мен Италия ұтқан үстіне қарай шығады да. Примерно бұл жақтан шығу мүмкіндігі полуфиналдар ол Голландия мен жаңа Австрия, Турция и на жақтан Англия, Италия. Возможно. Осы сеткадағы Англияға оңайырақ финалға шығып кетуіне болады. Ар жақта төртеуі бір-бірімен қырылып атып, біреулер жолтай алып, келесі матчқа қатыспай, травма алып, сөйтіп атқан кезде Англия шығып кетеді деп ойлаймыз. Білмеймін, менің ойымша осы менің жалпы сендердің де ойларыңа рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер де өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Кімге жанкүйерсіздер және плей-оффта кім әрі қарай өтеді. Енді басты сұрақ, сен келесі подкасттарда келмей қалуы мүмкін. Осы евроны бағанан бері обсудить етіп, подкасттың басында бір сұрадық. Енді соңында сетканы білгеннен кейін кім алуы мүмкін? Полностью евро? Иә, осы сол жақ сетканы көрдім. Мне кажется, сол жақ сетка алады негізі. Бірақ, блин, хотелось бы, чтобы Англия выиграла
с одной стороны. Я не знаю даже. Сенің Англия ұтуыңа деген сетка бәрі дайын тұр ғой. Да. Да. Сол ғой, Англия. Англия ма? Англияға. Тамаша, мен сенің ойыңды өзгертеді деп ойлағам, бірақ сен тамаша жігіт екенсің. Рахмет, көп аңсаған сізге, қолыңыз өте жұмсақ, но в то же время бруталдық екен. Рахмет. Мен айтайыншы. Давай. Сен айтшы. Мен Португалия ұтады деп ойлаймын. Бірақ та Португалия болетсем, бірақ та андай болады ғой. Мына команда ұтса да қарсы емеспін дегендей. Сол команданың рөлінде Голландия. Өйткені маған всегда симпатизирует. Қарсымын. Ерік Германия финалға дейін барып, ерік қарсы ұтылайық деп. Жоқ, реально Англия алса жақсы болар еді. Мен Голландия болсам, өйткені ұнайды маған. Жаңағы Франция, мен көбісі айтады негізі Голландия типа фаворит емес деп айтады да. Слабы деп мен келіспеймін. Францияға қарсы ойын көрдім. Ана жақта таңғалдыру мүмкін. Иә, жақсы ойын болды негізі. Сол, Диас келгенде рахмет. Сіздерге де рахмет. Инсайт подкаст, Ерік аңсаған бауырларым қасында бірге футбол ойнаймыз, бірге талқылаймыз, бірге құдай қаласа қарайық, көрейік. Бұйыртса Англияның чемпион болғанын бірге қарайық екеуміз. Рахмет, Ерік, сен басқа бір съемкада. Жақсы, Ерік. Болды. Құрметті көрермендер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, каналға тіркеліңіздер, және кім чемпион болады, соны жазып кетіңіздер. Біз барлығын оқимыз. Бізде басқа жұмыс жоқ. Беллингем 73 минута гол. И осылай бәрін айтып тұрсың. Беллингем бірінші минут, Беллингем екінші минут деп. Қайсысын ұсталады сол деп. Болды. Рахмет. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Инсайт подкаст, Ерік және аңсаған және Диса. Спасибо.